Қайырлы күн достар, бүгін біз өте оңай пирог жасайтын боламыз. Яғни бізге керекті 2 жұмыртқа, сары май 200-300 грамм, және де 5-6 қасық қант, 500 грамм ұн, және де разрыхитель мен ванилин. Салмасына үйде қандай варенье бар, салмасына любойын пайдалана берсеңіздер болады. Мен малинаның вареньесін пайдаланатын боламын. Ал сіздерге қазір жасалу барысын көрсететін боламын. Ең алдымен 2 жұмыртқаны салып алатын боламыз. Жұмыртқаның сырты жуылған. Және оның бетіне 5-6 қасық қант салатын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Егер көп салғыларыңыз келсе, көптеу салсаңыздар болады. Және бетіне сары майымды салдым. Сары майды ертіп алдым. Ертіп барып саластырып, әбден араластырамыз әдемілеп. Сары майды ертіп салсаңыздар да, болмаса үккіштен өткізіп салсаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңізде. Осыға салып алдым. Енді мына ұнымызға разрыхитель мен ванилинді ұныма 500 граммдық ұныма салып алдым. Сосын араластырамыз. Мен арнайлап осының алдында ситадан өткізіп алдым ұнымды. Әдемілеп араластырдық ұнымызды. Енді осыған ұнымызды салатын боламыз. Яғни астындағы қамыры піскен кезде әдемі піседі. Енді осы қамырымызды пищевой пакетке салатын боламыз. Холодильникте 30 минут тұрғаннан кейін аламыз да пищевой пленкадан алып 4-тен 1 бөлігін бөлек қойып қоямыз. Қалған бөлігін формочкамызға салып жаятын боламыз. Мен бетіне малинаның вареньесін қостым. Үйлеріңізде қандай варенье бар, любойын қоса берсеңіздер болады. Көптеу қоссаңыздар да болады, аздау қоссаңыздар да болады. Мен көбінесе шұңқылдатқан жоқпын, осылай аздау қостым. Қамырды жайып әдемілеп кесіп алатын боламыз. Пісуге 10-15 минут қалған кезде қайттан шығарып алып, бетіне осылай жұмыртқаның сарысын жағып, сосын қайттан пешке салдым.
осымен менің жұмсақ үлпілдек әдемі пирогым пісті. Сіздер де апта сайын мені көргілеріңіз келсе, менің каналымда қызықты видеолар шығатын болады. Маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.